Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде жаңа видеода мен кетчупқа көп уақыт видео салмадым, көп уақытқа жоғалып кеттім. Бірақ бүгін кішкене болсын уақытта видео салғым келіп отыр. Сұрақтарға жауап беремін дегеннен кейін мен шын айтсам жоғалып кеттім. Енді бүгін азғантай сұрақтар болса да сол сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Бірінші сұрақ: есіміңіз кім деген сұрақ болды. Менің есімім Әсел. Каналымның сыртында жазылыпты. Жасым 19-да. Жасыңыз қаншада деген болатындан кейін мамандық туралы сұрады. Мамандығым ағылшын тілі. Егер қазір видео азғантай болып жатырса, онда ренжімеңіздер. Кішкене триггерлер қосып, әйтеуір видеоны кішкене ұзартуға тырысамын бірінші. Одан кейін мамандығыңыз қандай деген жаңағы сұраққа мен сол 4-ші курста оқып жатырмын қазір. Және қай қалада тұрасыз деді. Қай қала екенін әзірге айтпай-ақ қояйын. Одан кейін тұрмыстасыз ба, балаңыз бар ма деген сұрақтарды да естіп қалдым. Шын көріп қалғанда біртүрлі болып қалдым. Мен тұрмыс құрмағанмын. Одан кейін сол жұмыс туралы сұрады. Мен қазір жұмысында отырмын, бірақ ол туралы видеоны мен бөлек түсіргім келіп тұр. Яғни видео оған бөлек арнағым келіп тұр. Ол енді өте күшті жұмыс, өзіме қатты ұнайды. Сондықтан оған жеке қазір мен өзім жұмыста отырмын. Сондықтан да ол туралы видеоны келесі видеоларда, монтажда басқа видео жасап күшті қылып түсіндіремін. Мен өзім немен айналысатынымды, қандай жұмыстар жасайтынымды барлығын айтатын боламын. Кішкене триггерлер қосқым келіп тұр. Мынандай не бар, сонымен қазір мен жасаймын кішкене триггерлер. Жалпы осымен видео аяқталды.